Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағы 2 сынып 133 сабақ. Бірінші жаттығуға назар аударайық. Бірінші жаттығу. Көп нүктенің орнына зат есімнің алдындағы сын есімдерді қойып жаз. Екі бағанды салыстыр дейді. Енді қараймыз. Таза ауа, ақ мақта, жазық дала, жақсы бала. Қай бағандағы сөздер сөйлем екенін, қай бағандағы сөздер сөйлемге жатпайтынын дәлелде дейді. Ауа таза, мақта ақ, дала жазық, бала жақсы. Яғни бірінші бағандағы сөздер, олар сөйлемге жатпайды, олар сөз тіркестері болып есептеледі. Дұрыс па балалар? Енді біздер жазамыз. Ауа дегенге сын есімді қоямыз жанына, таза, мақта ақ, дала жазық, бала жақсы. Түсінікті ме балалар? Екінші жаттығу. Кестенің көмегімен өзің пайдаланып жүрген бір құралды сипаттап жаз. Ол үшін оның ерекше белгілерін көрсет дейді. Кестеге қараймыз. Заттың атауы, түсі, пішіні, көлемі дейді. Ал балалар, мен кітап деген затты алып қарайын. Заттың атауына кітап, түсі көк түсті, пішіні 4 бұрышты, көлемі үлкен. Мен өзім қолданып жүрген осы кітапты сипаттап жаздым. Сендер де өздерің кез келген сөзді, өздерің пайдаланатын кез келген сөзді сипаттап жазуларыңа болады. Келесі үшінші жаттығу. Жаңылтпашты жатқа жаз. Қырық құлып, қырық құрық. Құлыпта қырық, құрықта қырық дейді. Сан есім мен зат есімнің байланысын сызбамен көрсет дейді. Балалар, енді осы жаңылтпашты жаттап, есімізге сақтап, дәптерімізге жатқа жазайық. Қырық құлып, қырық құрық. Құлыпта қырық, құрықта қырық дейді. Сан есім мен зат есімнің байланысын қараймыз енді. Бірінші, қырық құлып деген кезде қырық бізде сан есім, сан ол. Ал құлып деген бізде зат есім. Келесі қырық құрық. Сан есім, зат есім. Құлыпта қырық, құрықта қырық. Құлып бізде зат есім, қырық сан есім. Құрық зат есім, қырық сан есім. Осылай бір-бірімен байланыстырып сызба құрып қоямыз балалар. Келесі төртінші жаттығу. Сөздерді сөз таптарына топтап жаз дейді. Енді сөздерді қарайық. Күнделік, құрт, сары, мың, алтыншы, жиналды, ірімшік, кенші, жаман, ұмыталмады, кең, ащы, екі, бесеу дейді. Енді біздер зат есімнен бастап теріп жазайық. Зат есімге күнделік, құрт, ірімшік, кенші. Сын есімге сары, жаман, кең, ащы. Сан есімге мың, алтыншы, екі, бесеу. Етістікке жиналды, ұмыта алмады. Түсінікті ме балалар? Дәл осылай дәптерімізге әдемілеп жазамыз. Келесі бесінші жаттығу. Сөз таптарын өзара салыстыр дейді. Бізге 4 сөз табы беріп, осы уақытқа дейін біз өткен зат есім, етістік, сын есім, сан есім. Енді осыны біз өзара салыстырамыз. Яғни мына сызбаны қараймыз. Өзгешеліктері, ұқсастықтары. Яғни төртеуінің де бірінші өздерінің өзгешеліктерін айтамыз. Ең соңында төртеуінің де байланыстыратын бір ұқсастықты айтамыз. Қараймыз, зат есімнің өзгешелігін айтайық. Зат есім ол бізде заттың атын білдіреді, я? Кім, не деген сұраққа жауап береді оның өзгешелігі. Келесі етістік бізде заттың қимылын, іс-әрекетін білдіреді. Яғни не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтарға жауап береді. Келесі сын есім заттың сынын білдіреді. Яғни ол қандай, қай деген сұрақтарға жауап береді. Келесі сан есім бізде заттың санын білдіреді. Неше, нешінші деген сұрақтарға жауап береді.
Ал енді балалар, төртеуінің де өзінің өзгешеліктерін айттық. Енді ұқсастықтарын айтайық. Бізде бұл төртеуінде сөз табы болып табылады. Бұларды байланыстыратын ол сөз таптарының құрамына кіреді. Дұрыс па, балалар? Сабақ сіздерге түсінікті болса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.